өте пайдалы ақпаратпен бөлісейін деп отырмын. Күні кеше Астана қаласына барған кезде біздің Мейіргүл деген құрбымыз бар, Айнұр барлығымыздың құрбымыз, сол кісінің әңгімесін естіп, бұны барлық адамға жеткізу керек деп шығып отырмын. Мейіргүл сахарный диабетик. Сахары 22-23-ке дейін барады. Сахар жүрген жерде міндетті түрде давление, және Мейіргүл күн ара скорый шақырамын дейді. Яғни жатып қаламын, скорый шақырамын, қаншама іс-шара, қаншама тойдан қалдым. Яғни жаңағы әлсіреп жатамын, сахардың дәрілерін қаншама аштым дейді, давлениенің дәрілерін қаншама аштым, ешқандай результат берген жоқ дейді. Содан бір ай бұрын, яғни ферментированный дегеніміз біздің биобаланс пен витаглодың құрамында гумин фульва қышқылы ферментированный. Одан бөлек оның құрамында сиверс алмасы бар, тоже ферментированный. Яғни ферменттелген өнімдер жаңағы қанттың жойылуына, қанттың бейтараптанып жоғалуына ықпал етіп жатыр дейді. Қараңыздар, бүкіл қазір қазақта қаншама адамдар осы сахармен, диабетпен, давлениемен ауырып жатыр, құрметтілерім. Сондықтан мынаны шыңғырып тұрып елдерге айту керек. Мынаны шыңғырып тұрып жаңа сахарный диабетикпен ауырып жатқан жандарға жеткізу керек. Және жаңағы Мейіргүл айтады, мен жаңағы 5 капля сахар үнемі 22-23, сол сахарым 4-ке түсті дейді. Давление нормализовалось дейді. Мынау биобалансыңыз, мынау витаглоуыңыз чудо өнім екен дейді. Барлық дәрілерден бас тарттым, қазір өзімді керемет, сергек сезініп отырмын. Кәдімгі бодрый, вообще ауырмаған адам секілді да. Соны ести саламда мен дереу мамама жеткіземін. Яғни негізі сахар адамның қант жейді ғой. Мамам асып кеткеннен кейін слимлайн бермей қояйын, одан сайын асып кетпесін деп биобаланс пен витаглоды апарып береміз. Содан бері міне бір апта өтті. Кеше мамаммен сөйлесем. Мамам айтады: кешара құрметтілерім, мен коллагенді осы витаглоға алмастырдым. Неліктен? Біріншіден, егер сіздің асқазан ішек жолдарыңыз дұрыс жұмыс жасамаса, шлактанған болса, коллаген сізге әсер етуі екіталай. Ал витагло на клеточной основе жұмыс жасағандықтан бірден клеткаларға енеді, ешқандай асқазан ішек жолдарының қатысы жоқ та. Енді қараңыздар, витаглодың құрамында астаксантин деген өнім бар. Прям Google-ға енгізіңіздерші, ол өнім Е витаминін 1000 рет превышает дейді. Енді Е витаминінің қатысы қанша деуіңіз мүмкін? Мына бамбук ағашы бар. Бамбук деген ағаш ешқашан сынбайды екен. Қанша дауыл, боран соқса да майысып жерге түседі де қайтадан орнына тұрады. Яғни мынандай серпімділік, эластичность береді да. Енді қараңыздар, осы витаглоуды ішкелі сіздің кожаңыз эластичный, серпімді болады. Және мен резко салмақ тастағандықтан менде мынандай носогубка пайда болған. Носогубка дегеніміз бұл бізде